Айнұр соңғы бірнеше жылда өзіне көп көңіл бөле алмай кеткен еді. Жұмыс, үйдің тірлігі, бала-шаға, күйеуінің шаруасы. Бәрі бірінен соң бірі келіп жататын. Bir күні құрбысы оған жаңа ашылған шугаринг салонын ұсынды. Өзіңе де қарау керек қой, деді құрбысы. Үнемі бәрін ойлай берме. Айнұр алғашында ұялып барды. Бірақ салондағы Айша есімді қыз өте сыпайы, сөйлесіп бәрін кәсіби түрде түсіндірді. Айнұрға оның жұмысы ұнап, кейін тұрақты клиентке айналды. Бірнеше ай өткен соң Айнұр, күйеуімді де осында алып келсем қалай болады? Өзі де күтінгенді ұнатады деп әзілдеп. Айша күліп, әрине келе берсін, деді. Айнұр күйеуін салонға ертіп апарды. Сол күннен бастап оның өміріндегі ең күтпеген өзгерістердің бірі басталды. Алғашқы кезде бәрі қалыпты көрінді. Күйеуі Ерлан салонға анда-санда барып жүрді. Кейін Айнұр оның Айшамен жиі сөйлесетінін байқады. Айша жақсы қыз екен, деді Ерлан бір күні. Айнұр оған мән бермеді. Я, жұмысына жауапты қыз. Бірақ уақыт өте келе Ерланның телефонын жасыра бастағаны байқалды. Бұрын телефонын үстелге тастай салатын, енді болса экранды төмен қаратып қоятын болды. Біреу жазса басқа бөлмеге шығып сөйлесетін. Айнұрдың көңіліне күдік кірді. Бір кеште Ерлан, жұмыста шаруам бар, кешігіп қалуым мүмкін, деді. Айнұр оның көзіне қарап, соңғы кезде жұмысын көбейіп кетті ғой, деді. Я, солай болып тұр. Ерлан сыртқа шығып кеткеннен кейін Айнұр біраз үнсіз отырды. Ішіндегі мазасыздық күшейе берді. Келесі күні ол шугаринг салонына барды. Айша әдеттегідей қарсы алды. Бірақ Айнұр оның жүзінен бір түрлі қобалжуды байқап қалды. Не болды? Деп сұрады Айнұр. Ештеңе, бір нәрсе бар сияқты. Айша үндемеді. Сол кезде оның телефонына хабарлама келді. Экранда Ерланның аты көрінді. Айнұрдың жүрегі шым ете қалды. Ерлан саған не жазып жүр? Айша телефонын бірден алып қойды. Айнұр, мен, шындықты айт. Бірақ Айша жауап бере алмады. Айнұр сол жерден шығып кетті. Сол түні ол Ерланға ештеңе айтпады. Тек оның әрекетін бақылауды шешті. Бірнеше күннен кейін Ерлан тағы да жұмысқа барамын деп үйден шықты. Айнұр оның артынан білдіртпей ерді. Ерлан жұмыс орнына бармады. Ол тікелей сол салон орналасқан көшеге бұрылды. Айнұр алыстан қарап тұрды. Ерлан салонға кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін Айнұрдың көзіне сенгісі келмейтін жағдай болды. Айшаның шугаринг бөлмесіне кірген кезде Ерлан мен Айшаны көріп, бірден есін жия алмай қалды. Сол сәтте Айнұр бәрін түсінді. Ол салонға кіріп екеуін бетпе-бет кездестірді. Демек сен мендерді осылай табуым керек болды ма, деп ол дірілдеген дауыспен. Ерлан орнынан тұрып, Айнұр, түсіндіре аламын. Жоқ, енді түсіндірудің қажеті жоқ. Айшан төмен қарап, мен сені күйеуіммен таныстырдым, деді Айнұр. Сен маған дос сияқты көріндің, ал сендер менің артымнан осындай нәрсе жасап жүрсіңдер. Ерлан үнсіз қалды. Айнұр көз жасын сүртіп, мен сендерді ұстап алу үшін келген жоқпын. Мен шындықты білу үшін келдім. Енді білдім. Ол артына бұрылып, еске қарай жүрді. Айнұр, тоқташы. Айнұр тоқтамады. Сол күннен кейін ол үйге барып, Ерланның барлық заттарын жинап қойды. Біздің арамыз осы жерден бітті, деді ол. Ерлан кешірім сұрады. Өзінің қателескенін айтты. Бірақ Айнұр үшін ең ауыр нәрсе опасыздықтың өзі ғана емес, оның өз қолымен күйеуін сол адаммен таныстырғаны еді. Бірнеше аптадан кейін Ерлан үйден бір жола кетті. Ал Айша да салоннан жұмыстан шықты. Айнұр біраз уақыт өзін кінәлады. Неге байқамадым, неге күйеуімді сол жерге апардым деген сұрақтар мазасын алды. Бірақ уақыт өте келе ол бір нәрсені түсінді. Адамның таңдауы үшін оны таныстырған адам емес, сол таңдауды жасаған адамның өзі жауап береді. Айнұр өмірін қайта бастады. Жұмысына көңіл бөлді, балаларымен көбірек уақыт өткізді. Бұрын кейінге қалдырып жүрген армандарын жүзеге асыра бастады. Bir күні құрбысы, өткенді әлі ойлайсың ба, деп сұрады. Айнұр терезеге қарап тұрып, әрине, кейде есіме түседі. Бірақ енді ол мені өмірімді басқармайды, деді. Ол айнаға қарап, өзіне алғаш рет ұзақ уақыттан кейін жылы жымиып қойды.
кейде өмірдегі ең ауыр сатқындық адамның ең үлкен оянуына себеп болады. Ал Айнұр үшін шугаринг салонына барған қарапайым күн. Оның некесінің соңы болғанымен өзіне деген құрметін қайта тапқан жаңа өмірінің бастауы еді.